Армысыздар достар, сіздермен Гендерлайк жобасы қайтадан қауышып отыр. Бүгінгі спикерлеріміз сіздерге құнды ақпарат беретініне сенімдіміз. Ендеше студия қонақтармен таныстырып өтейін. Нұр-Сұлтан қаласының полиция департаменті әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау тобының аға инспекторы Гүлмира Шрахметова және тележүргізуші Ануар Карбозов. Құрметті қонақтар, студиямызға қош келдіңіздер дейміз. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Енді әңгімені бізде өзекті болып отырған тұрмыстық зорлық-зомбылықтан бастасақ, Гүлмира ханым, жыл басталғалы бізде тенденция қандай, жалпы қандай баға бересіз ситуацияға? Жыл басталғалы тенденцияға келетін болсақ, алдыңғы жылдарға қарағанда, немесе пандемияның әрекет еткен кезінен бастап қарасақ, анағұрлым жағдай бір қалыпты. Себебі неге деген сұрақ туы мүмкін. Ол мысалы полиция қызметкерлерінің тарапынан